Сәлем достар, сіздермен өте жеңіл болып келетін және денсаулыққа пайдалы салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: 2 дана қызылшамызды аламыз және де осындай біркелкі қылып домалақ қылып тураймыз, сосын ұзынша соломка ретінде турап шығамыз. Барлық размері біркелкі болу қажет, міне осындай. Сосын колбасаны аламыз да біркелкі қылып, оны да осылай турап шығамыз, соломка ретінде. Вареный колбаса болмау қажет, біркелкі осындай болуы керек. Ендігі кезекте турап алған соң 1 дана алмамызды аламыз. Оны да тура солай ұзынша етіп турап шығамыз. Ендігі кезекте бізге 1 дана қызанағымыз қажет. Қызанақты аламыз да ішіндегі жұмсақ бөлігін алып тастаймыз да сыртындағы қабығын осылай ұзынша етіп тураймыз. Біздің салатымыз тым сулы болып кетпеу үшін алып тастадық. Ендігі кезекте кез келген түрдегі сырды аламыз да теркадан өткіземіз. Тураған заттарымызды барлығын үсті-үстіне қойып, бетіне орехты қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Егер құрғақ болса, сметана қосып жесеңіздер тіптен керемет болады. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.